Баршаңызға сәлем, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында табылатын заттардан тосапты бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, шекер, сода, сары май, қаймақ және 2 дана жұмыртқа қажет болады. Бірінші кезекте сары майымызды алдын ала 1 немесе жарты сағат бұрын тоңазытқыштан алып ертіп қоятын боламыз. Және видеода көріп отырғандарыңыздай үккіштен өткізіп, ұнымыздан песочный тесто жасайтын боламыз. Видеодағыдай сары майымызды ұнымызбен араластырып, бір қалыпқа келтіреміз. Және де оның үстіне содамызды салатын боламыз. Келесі кезекте шекерімізді салатын боламыз. Жалпылама айтқанда құрғақ ингредиенттерді бірінші салып аламыз. Қамырымызды бір массаға келтіргеннен кейін үстіне 2 дана жұмыртқа саламыз. Біз екінші жұмыртқаның тек қана ақ уызын, яғни белогын салатын боламыз. Себебі сарысын бәлішіміздің бетіне жағатын боламыз. Сол үшін арнайлап бір ыдысқа салып аламыз. Жұмыртқамыздан кейін қаймағымызды салатын боламыз. Қаймақ қамырымыздың жұмсақ болуына көмектеседі. Барлығын араластырып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қоюлана бастағанда қамырды қолмен елеу өте ыңғайлы болады. Қамырымыз дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа салып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қамыр шығуы қажет. 30 минуттан кейін табамызды дайындап, қамырымызды 2 бөлікке бөліп жаятын боламыз. Оның бір бөлігін
табамыздың астына көріп тұрғандарыңыздай ұн сеуіп жайып шығамыз. Қалыңдығы орташа. Бәлішімізге үйдегі бар сары өрік, малинаның тозаптарын қолдансаңыздар болады. Мен сары өріктің тозабын қолдандым. Арнайлап алдын ала қою бөлігін сүзекімен сүзіп алатын боламыз. Тозаптың барлығын салып болғаннан кейін үстіне қамырды орташа қалыңдықта жайып, арнайы фигуралы пышақпен кесіп шығатын боламыз. Келесі кезекте жаңағы алып қалған сары уызымызды бетіне жағып шығатын боламыз, және де дайын болған бәлішімізді 180 градусқа жарты сағат, яғни 30 минутқа пешімізге пісіріп алатын боламыз. Ал біздің бәлішіміз дайын. Үй жағдайында бар табылатын заттардан жасалатын өте тойымды бәліш болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрқайсыңыздың қолдауларыңыз мен үшін мотивация.